сабағы. Балалар. Балалар, мен сіздердің дауыстарыңызды естімей отырмын. Әзірге бүгінгі сабаққа бір-ақ адам ғана қосылып отыр. 2 адам қосылды. Балалар, сіздерге бәрі естіліп тұр ма? Қазір 1-2 минут қалған оқушыларымызды тоса тұрайық. Мүмкін қандай да бір техникалық ақаулықтарға байланысты қосыла алмай жатқан шығар деп ойлаймын, балалар. Кішкене тоса тұрайық, одан кейін сабағымызды балалар бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыз осы 40 минутқа негізделген. Осы 40 минуттың ішінде қазір бірге жұмыс жасап, сіздермен бүгінгі жоспарлаған сабағымызды бірге өткіземіз, балалар. Қосылған балалар, сіздерге презентация көрініп тұр ма? Балалар, байланысқа шыға алмайсыздар ма? Иә, балалар. Аха. Олай болса, балалар. Аха. Жақсы, онда балалар, мүмкін сіздерде қандай да бір техникалық ақаулықтарға байланысты жаңағы үйден дұрыс қосыла алмай жатқан шығарсыздар деп ойлаймын. Олай болса, балалар, мына сабаққа қатысып отырған уже 4 жаңағы қатысушы қосылды. Сабағымызды бастайық, қалған балалар қазір қосыла жатар. Балалар, бүгінгі онлайн сабақ бойынша жоспарланған сабағымыздың жаңағы сіздерге ұсынылып отырған суреттерге қарасаңыздар, балалар, осы суреттер бойынша қандай ой айта аласыздар? Осы бүгінгі ұсынылып отырған суреттердің біздің сабағымызға қандай байланысы бар, балалар? Қане? Иә. Балалар, иә, бүгінгі мына суреттердің сабаққа қандай байланысы бар, балалар? Қандай тақырыпқа байланысты деп ойлайсыздар? Қане, балалар, қысылмай, еркін, осы өз ойымызды суреттерден бастап ойымызды білдірсек, балалар. Иә, балалар. Осы презентациядан қандай суреттерді көріп отырмыз? Балалар, микрофондарымызды қоссақ, сабаққа белсенділік қажет, балалар. Балалар, қане? Яғни, балалар, бүгінгі мына сіздерге ұсынылып отырған суреттерде қарасаңыздар, яғни бұл суреттерде түрлі мамандық иелері көрсетілген. Яғни еліміздегі түрлі салаларға байланысты мамандықтың жаңағы түрлері. Яғни бүгінгі қоғамдағы жаңағы мамандықтардың маңызы қандай? Біз қандай мамандықтарды білеміз, балалар? Осы мамандықтарды жаңағы қалай таңдаймыз? Болашақта қандай жаңағы маман иесі бола аламыз? Бүгінгі осы жаңағы сіздер бүгінгі күннен бастап өз болашақтарыңызға мамандық таңдауда қандай жаңағы мамандықтың түрлерімен ақпараттанып жатырсыздар, балалар? Мамандықтың түрлерін білу біз үшін маңызды ма? Яғни бүгінгі қоғамда қандай жаңағы сіздерді мамандықтың түрлері қызықтырады? Қане, балалар, өз ойларыңызды білдірсеңіздер. Мысалы, болашақта сіздердің таңдауларыңыз қандай мамандықтың иесіне түсіп отыр? Кім болғыларыңыз келеді? Неге? Иә, балалар.
Жақсы балалар, міне бүгінгі сіздерге ұсынылып отырған суреттерге қарасаңыздар, еліміздегі түрлі салаларға байланысты жаңағы түрлі суреттер ұсынылып отыр. Яғни бүгінгі елімізде түрлі мамандық иелері бар. Әрбір салаға байланысты мамандықтардың түрлерін біз білеміз. Еліміздегі барлық мамандықтар балалар біз үшін өте қажет. Осы мамандықтарды балалар өздерінің қабілеттері мен икемділіктеріне қарай таңдап болашақта сол мамандықтың жаңағы мықты маман иесі болып қалыптасады. Ал мықты маман иесі болып қалыптасуымыз үшін балалар не қажет деп ойлайсыздар? Не қажет? Әрине, әрқайсымыздың өмірде балалар жеке тұлға болып қалыптасуымыз үшін міндетті түрде бізге балалар әрине жақсы білім қажет. Яғни осы біз бойымызға жиналған біліміміз арқылы балалар біз не істейміз? Өзіміздің болашақтағы мамандығымызды таңдаймыз. Яғни біз мектеп қабырғасында қазір терең білім алып жатырмыз. Осы білім арқылы біз өз болашағымыздың бір кірпішін қалаймыз балалар. Яғни ол бір кірпішін қалау, біз осы мамандықты дұрыс таңдап, болашақта осы еліміздің несіне? Экономикасының дамуына, жарқын болашағына өз үлесімізді қосамыз. Ал жаңағы терең білім ала отырып, біз түрлі салада біз не істейміз? Жан жақты қызмет етіп, білікті маман болуға қалыптасады екенбіз. Яғни балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз қазіргі заман құндылықтары кім боламын? Әрине, кім боламын деген сұрақ, ол біз үшін әрбір жаңағы тұлға үшін өте қажет балалар. Яғни біз қазірден бастап болашақтағы өзіміздің мамандығымызды қазірден бастап ойлауымыз қажет. Сол жаңағы өзіміздің болашақтағы таңдаған мамандығымыз бойынша білікті маман болуға қазірден бастап біз сол мамандықтың қыр-сырымен танысуымыз керек екенбіз. Яғни алдын ала ақпараттану арқылы балалар біз әрбір мамандық иелерінің атқаратын қызметіне мән беруіміз керек. Ал енді қарайық балалар. Қандай мамандық түрлерін білесіздер деп мен және сіздерге сұрақ қойдым. Оны жаңағы сіздер алдағы көрсетілген суреттерге негізделе отырып жауап бергенде сіздерге жақсы болар еді. Мамандық таңдау қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар балалар? Сіздер үшін мамандық таңдау маңызды ма балалар? Мамандықты біз қалай таңдаймыз балалар? Мамандықты біз үшін кім таңдайды балалар? Әр адам мамандықты өзі таңдай ма? Жоқ, әлде біз өзгелердің ақыл кеңесіне сүйену арқылы, ақыл кеңесті тыңдау арқылы өз мамандығымызды таңдаймыз ба? Әрине, біз үлкендердің, ата-аналарымыздың осы мамандық бойынша, мамандықтың түрлері бойынша берген ақыл кеңесін тыңдай отырып, біз өзіміздің жүрек қалауымызбен болашақ мамандығымызды таңдаймыз балалар. Неге біз өзіміздің жүрек қалауымызбен мамандығымызды таңдаймыз? Өйткені ол жаңағы адамның сол мамандыққа деген өзінің жеке қызығушылығы болу керек. Сол қызығушылығы мен қабілетін, икемділігін көрсету арқылы біз болашақта сол мамандықтың білікті кәсіби маманы болып шығады екенбіз. Ал біз өзге біреудің кеңесі арқылы таңдап, сол мамандықтың жаңағы жай ғана бір иесі атана салсақ, әрине біз ол мамандықтың мықты маманы болуы ол біз үшін екі талай. Сондықтан да балалар, біз міндетті түрде мамандықты өзіміздің қызығушылығымызбен таңдауымыз керек бір. Әрбір мамандық иесіне үлкен икемділік қажет. Ал мамандық таңдауда нені ескеру керек балалар? Қалай ойлайсыздар? Әрине, мамандық таңдауда әркім өзінің жеке қабілетін ескеру қажет. Мысалы, біз дәрігер мамандығын алатын болсақ, осы мен дәрігер мамандығын қалай таңдадым? Дәрігер мамандығына деген менің қабілетім қаншалықты зор? Мен осы дәрігер мамандығын таңдауда, болашақта мен осы жаңағы адамдарға
қалай қызмет көрсете аламын? Осы мамандық менің қолымнан келе ме деген сұрақты өзімізге бірнеше мәрте қою арқылы біз өз мамандығымызды таңдайды екенбіз. Ал мамандық таңдауда ең бастысы қабілет пе, әлде мамандықтың қоғамдағы беделі ме дейді. Әрине, бізге ол жаңағы не қажет дейді балалар? Ол қоғамдағы беделі емес, әрине, ең бастысы біздің мамандық таңдаудағы қабілетіміз қажет екен. Ал мамандықтың беделі десек балалар, бүгінгі күні қоғамымыздағы барлық мамандықтардың иесі біз үшін өте қымбат. Ұстаз, дәрігер, инженер, құрылысшы мамандығы, кез келген мамандықты алайық балалар, әрбір мамандықтың өзінің қызығы мен қиындығы бар. Ал осы қызығы мен қиындығы көп мамандыққа шыдап төтеп беру, ол әрбір жаңағы адамның бойындағы ерекше қасиеті. Сондықтан да балалар, біз мамандық таңдауда ол жаңағы әрбір мамандықтың беделіне емес балалар, біз өзіміздің бойымыздағы қабілетімізге ерекше мән беруіміз керек екенбіз. Міне балалар, осы сұрақтар аясында біз сіздермен бүгін оқылым 3 оқу мақсатымен жұмыс жасаймыз балалар. Яғни бүгінгі оқу мақсатымыз оқылым 3-те көркем шығармаларды оқу, яғни прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына талдау жасаймыз. Біз осы бүгін оқылым 3 оқу шығармасында біз шағын үзіндімен оқылым бағытында жұмыс жасаймыз. Яғни оқылым дағдысы арқылы біз сіздермен жұмыс жасаймыз. Сабақтың мақсаты прозалық шығармадағы кейіпкердің іс-әрекетіне талдау жасайды. Бағалау критерийі. Кейіпкер бейнесіне талдау жасай алады, кейіпкер іс-әрекетіне баға бере алады, кейіпкер бейнесін өмірмен байланыстыра алады. Яғни біз мына кейіпкер бейнесіне талдау жасап, кейіпкер бейнесіне баға беру, өз пікірімізді білдіру, яғни кейіпкер бейнесін өмірмен байланыстыруда біз шағын сіздерге берілген үзіндімен жұмыс жасаймыз. Жалпы балалар, бүгінгі жаңағы сабағымыз 40 минутқа ғана негізделгендіктен біз шығарманың үзіндісімен ғана жұмыс жасаймыз. Ал егер де бұл жаңағы сабақ үрдісінде болып жататын болса, сіздер міндетті түрде алдын ала осы бүгінгі оқылатын шығарманың толық мазмұнымен танысып келген болар едіңіздер. Ал қазір енді сіздер осы жаңағы уақытты тиімді пайдалана отырып балалар, сіздер қазір шағын шығарманың жаңағы мазмұнымен жұмыс жасайсыздар. Енді сіздерге балалар қазір осы шығарманың жаңағы толық мазмұнымен танысуға мүмкіндік болмағандықтан, қазір қысқаша мазмұнды сіздерге осы QR код арқылы ұсынып отырмын. Енді балалар, сіздер қазір өздеріңізге қолдарыңыздағы смартфондарыңызды алып, мен сіздерге қандай шығарманы, кімнің шығармасын ұсындым екен, қолдарыңыздағы балалар, не сіздерге көрсетейін, бәрлеріңізде бұл бар. Қолдарыңызда смартфон бар. Қолдарыңызға сіздер қазір смартфондарыңызды алыңыздар да, мына QR кодтың үстіне, мына презентацияда көрсетілген, сіздер соған басыңыздар. Міне, сіздер сол мына QR кодқа басқаннан кейін, сіздерге қазір мына шығарма ашылады, үзінді ашылады. Сіздер сол үзіндіні не істейсіздер? Өздеріңіз оқып, соған берілген шағын сұрақтарға жауап бересіздер. Қолдарыңызға балалар смартфондарында алыңыздар. Міне мен сіздерге көрсетіп отырмын. Қолдарыңызға ала қойыңыздар. Енді осы смартфонды алғаннан кейін презентациядағы QR кодтың үстіне басамыз. Одан кейін сіздерге ары қарай тапсырмаға орындауға мүмкіндік болады балалар. Қане? Бастық па балалар? Балалар, бастық па? Дауыстарыңыз естілмейді маған. Балалар, жауап бересіздер ме? Енді сіздерге балалар
осы смартфон арқылы сіздер қазір жұмыс істеп отырсыздар. Яғни сіздерге егерде қолдарыңызда ғаламтор жүйесі сіздерге қандай да тапсырманы орындауға кедергі келтіріп отырған болатын болса, сіздерге осы QR код арқылы орындалатын тапсырманы сіздерге міне ұсынып отырмын. Яғни сіздерге міне Жүсіпбек Аймауытовтың пікірі ұсынылды. Жазушы Жүсіпбек Аймауытов мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік пен қабілет қажет. Бұл жай ғана күнелту емес, тамақ асырау жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе деген болатын, дейді Жүсіпбек Аймауытов. Сіздер осы Жүсіпбек Аймауытовтың пікіріне не айтасыздар, балалар? Сіздер осы пікір бойынша енді өз ойларыңызды білдіріп жазсаңыздар, балалар. Ал егерде балалар сіздер QR код арқылы орындап отырсаңыздар, тапсырманы сіздерге ешқандай дәптерге орындаудың қажеті жоқ. Балалар, сіздер осы QR кодта смартфонда орындап отырып, ары қарай маған жібере салсаңыздар, бұл тапсырмалардың жауабы сіздерде маған келіп тұрады. Енді сіздердің осы мамандыққа қатысты Жүсіпбек Аймауытовтың айтқан пікіріне сіздер не айтасыздар? Ойларыңыз қандай? Осыған ойларыңызды айтып, қысқаша ғана 2-3 сөйлеммен жауаптарыңызды жазсаңыздар. Сіз қалай ойлайсыз? Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асырау жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе деген болатын, дейді. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Сіздің ойыңызша мамандықтар қандай? Мамандық таңдауға расында да қабілет пен икемділік қажет пе? Жауаптарыңызды осы смартфонда орындап, маған басып жібере берсеңіздер болады. Жүсіпбек Аймауытовтың пікірінен өткеннен кейін, балалар, келесі психолог Қаракөз Момбаеваның пікіріне барамыз, балалар. Бұл жерде де сіздер Қаракөз Момбаеваның пікірін, Жүсіпбек Аймауытовтың пікіріне жауап бергеннен кейін осы смартфонда орындай бересіздер. Яғни, қараңыздар, балалар, сіздерге барлығы көрініп тұр. Егерде смартфон арқылы орындай алмасаңыздар, міне сіздерге бәрін қойып отырмын, келесі слайдта да көрсетіп отырмын. Яғни, психолог Қаракөз Момбаева не дейді? Кейбір оқушылардан міне маған жауаптары келіп жатыр, жібере беріңіздер, балалар. Жауаптарыңызды смартфон арқылы ғана орындаймыз, балалар. Мамандық таңдаудағы қателіктер жайында психолог Қаракөз Момбаева былай дейді: мамандық таңдау өмірдегі ең маңызды қадам. Мектеп қабырғасында жүргеннен ақ баланың тұлғалық, жеке ерекшеліктеріне үлкен мән беру керек. Өйткені баланың белгілі бір мамандыққа қызығушылық, қабілет, бейімділіктің нышандары сол кезде анық байқалады. Жоғары сынып оқушыларының басым бөлігі мамандық таңдауда қиналады. Себебі, еңбек нарығына қажетті мамандық туралы ақпаратты нақты білмейді. Бұл мамандық таңдаудағы қателік, дейді. Ал енді сіздің пікіріңіз қандай? Сіз не айтасыз? Бұл психолог Қаракөз Момбаеваның пікіріне де, балалар, сіздер өз пікірлеріңізді смартфон арқылы жауап бере аласыздар. Тағы да түсіндіре кетейін, балалар, Жүсіпбек Аймауытовтың пікіріне өз пікіріңізді білдіргеннен кейін далее деп басасыз. Далиені басқаннан кейін психолог Қаракөз Момбаеваның пікірі шығады. Ары қарай енді сіз осы пікірді оқып, шағын ғана өз ойыңызды білдірсеңіз. Сіздің пікіріңіз қандай? Сіз келісесіз бе? Ол мамандық таңдау өмірдегі ең маңызды қадам екенімен сіз келісесіз бе? Неге біз осы мамандық таңдауға үлкен мән беру керекпіз, балалар? Не себепті кейбір, дейді, жоғары сынып оқушылары мамандық таңдауда қиналады, дейді. Өйткені жоғары сынып оқушылардың кейбіреуінде ол әлі де осы мамандыққа қатысты толық ақпараттың болмауы мамандық таңдауға кедергі келтіреді, дейді. Ол сондықтан ол жоғарғы сынып оқушының мамандық таңдауда жіберетін қателіктерінің бірі болып табылады екен.
Қане балалар, жауаптарыңызды жазып маған жібере қойыңыздар. Осы смартфонда орындайсыздар балалар. QR кодтың үстінен басып, ары қарай орындай бересіздер. Келесі балалар, енді қарайық. Шағын шығармаға өтпес бұрын, шығармадан жаңағы үзінді дедім. Енді сол оқылмалды тапсырмаға көшейік балалар. Оқылмалды тапсырмасында сіздерге осы шағын үзінді бойынша сіздерге сөздер мен сөз тіркестерін ұсынып отырмын. Әрбір сөз тіркесінің мағынасына тоқталып өтейік балалар. Көзді ашып жұмғанша, тез, жылдам. Жәрдем күткен, көмек күткен. Дәрменсіз, әлсіз. Ең құдіретті, өте мықты. Жәудіреп қарағанда, аянышты халі, көз қарасы. Жанар, көз. Шын пейіліммен, таза көңіліммен. Міне, бұл оқылмалды тапсырмасы бойынша сіздерге сөздер мен сөз тіркестері қазіргі оқытылатын сіздерге үзінді бойынша беріліп отыр балалар. Яғни осы жаңағы берілген сөздерді қолдана отырып, қазір біз сіздермен шығарманың мазмұнымен танысамыз. Енді бұл жерге де қарасаңыздар, яғни бүгінгі сіздерге оқылатын жаңағы оқылым 3 оқу мақсаты бойынша сіздерге Шерхан Мұртазаның дәрігердің 3 қаруы деген жаңағы әңгімесінен шағын үзінді беріліп отыр. Бұл сіздерге бүгінгі оқу мақсаты бойынша оқылым тапсырмасы. Енді бұл жерде де балалар қолдарыңызға жаңағы смартфондарыңызды ала қойыңыздар. Смартфондарыңызды осы QR кодтың үстінен басамыз. Міне, QR кодтың үстінен бастық. Сіздерге міне веб-страница деп шықты. Веб-страница деп шықты балалар. Енді сіздер сол веб-страницаны ары қарай ашқаннан кейін сіздерге міне оқылым тапсырмасы ашылды балалар. Міне сіздерге тағы да көрсетемін. Оқылым тапсырмасы ашылды. Енді сіздер осы жерде оқылым тапсырмасын смартфон арқылы орындай аласыздар. Қалай орындау керек бойынша сіздерге балалар дескриптор ұсынылды. Дескриптор бойынша сіздер осы тапсырманы орындай аласыздар. Яғни дескриптор кейіпкер бейнесіне, мақсаты, адами қасиетіне талдау жасау, кейіпкер іс-әрекетіне баға беру, шығармадан алған әсерін үзіндіден таба алу дейді. Міне сіздерге қарасаңыздар, міне қараңыздар балалар, смартфонды көрсетемін. Сіздерге міне смартфон арқылы жаңағы шығармадан үзінді беріліп отыр. Осы үзіндіге сай сіздерге дескриптор міне осында смартфонда көрсетілген балалар. Енді қарайық. Сіздерге әрбір үзінді кейіпкерлерге байланысты міне үзінділер берілді балалар. Осы үзінділерді оқып, мына введите ответ деген жерге өз жаңағы жауаптарыңызды жазсаңыздар балалар. Шағын өз жауаптарыңызды жазып, ары қарай баса бересіздер. Одан кейін отправитті басасыздар, ол жауаптарыңыз бірден маған келіп түседі балалар. Қане, балалар, кішкене белсенді болайық. Балалар сабаққа. Балалар. Яғни сіздерге беріліп отырған үзіндіні қараймыз балалар. Не дейді? Дәрігердің 3-ші қаруы әңгімесінен берілген үзінділерді мұқият оқып, кейіпкерге мінездеме беріңіз дейді. Бірінші, оқиық балалар, бірінші жаңағы қай кейіпкердің пікірі екен. Шіркін, балериналар қандай бақытты деді. Сырға билеп жүрген кішкентай аққуларды сахнадан көріп жатқандай-ақ. Оның түсі өзгеріп, қазір койкадан өзі түсіп, өз аяғынан жүріп кететіндей көрінеді. Ал музыка оны шақырғандай, адамның жан дүниесін шарпып өтіп, шарықтап кетті. Сирен бұтасына қонған алмашықтай бір тамшы сырғаның алақандай көзінен домалап түсті. Палатаға радио нүкте орнатып, құлаққа киіп тыңдайтын наушник алдыру керек екен, дедім өзіме өзім. Міне, осы пікір жаңағы кейіпкердің айтқан сөзіне өз жауабыңызды білдірсеңіз балалар. Осы үзіндіде не білдіңіз? Бұл қай кейіпкер балалар? Кейіпкер не туралы айтты?
Келесіге барамыз балалар. Дәрігердің үшінші қару әңгімесінен берілген үзіндіні мұқият оқып, кейіпкерге мінездеме береміз. Келесі кейіпкерімізге балалар өтеміз. Мен түсінемін сырға, түсінгендіктен де, қайтсем де сол дәріні саған тауып әкеліп беруді ойлап отырмын. Командировка сұрап, облыс орталығына, тіпті Алматыға, онда болмаса профессор Ефимовтың өзіне барамын деп, сырғаның нәзік саусағын алақаныма қалай салғанымды өзім де сезбей отырыппын. Видите ответ деген жерге балалар өз жауаптарыңызды жазсаңыздар. Сіздерге қажет болса, міне презентацияда шығарманың үзіндісі берілген. Смартфонда да міне көрініп тұр балалар, қарап отырыңыздар. Смартфонда да оқып, тапсырмаларыңыздың жаңағы жауабын осы жерге жіберулеріңізге болады балалар. Яғни ол сіздерге тапсырма. Әңгімені мұқият оқып, кейіпкерге мінездеме беру. Әрине, бұл мен сіздерге жаңағы әңгіменің толық нұсқасын берген жоқпын. Уақытқа байланысты балалар үзіндіні ғана беріп отырмын. Келесі үзіндіге барайық балалар. Сонда орта ғасырдың ұлы ғалымы Ибн Синаның бір сөзі есіме түсті. Дәрігердің 3 қаруы бар. Бірі пышақ, екіншісі шөп, үшіншісі сөз деп еді ол. Пышағы хирургтың қандауыры. Дәрі-дәрмек атаулының бәрі шөптен шығады. Ал шын жүректен шыққан жылы сөз ауру адамға деген сүйіспеншілік сөзі, өте құдіретті сөз. Әне, анау самолеттің баспалдағына аяғын аттап салған жігіттің кішкене чемоданындағы әрең іздеп тапқан жаңа дәріге жас доктордың ауру адамға деген сүйіспеншілігі, жалынды сөзі қосылмаса, жалаң дәрінің өзі дәрменсіз болар ма еді? Не балалар? Жауаптарыңызды осы кейіпкерлердің айтқан пікірлері бойынша жазсаңыздар балалар. Бұдан кейін балалар отправитті басамыз. Балалар, сіздерге уақыт беріп отырмын. Балалар, сіздерге естіліп отыр ма? Иә, балалар, бұл осы шағын үзінді бойынша, сіздер өз түсінгендеріңіз бойынша жауаптарыңызды жазсаңыздар балалар. Осы смартфондарыңызға орындай бересіздер. Тағы да қайталаймын балалар, смартфонда орындай бересіздер. Иә, балалар, қалай ойлайсыздар? Шіркін, балериналар қандай бақытты, деді сырға билеп жүрген кішкентай аққуларды сахнадан көріп жатқандай дейді. Бұл не себепті? Яғни бұл шығармада балалар қарасақ, осы Шерхан Мұртаза дәрігердің 3 қаруында осы сырға және әшім кейіпкерлері арқылы бізге осы дәрігердің 3 қаруын баяндайды. Яғни осындағы науқасжан кейіпкеріміз сырға балалар. Сырғаның жаңағы жылдап ауырып жатқаны, аурухана төсегінде тартылып, айлап, жылдап жатуы, дәрігерлердің осы сырғаның
жанына медеу болғысы келеді. Сырғаны өзінің жаңағы сырқатынан, ауруынан емдегісі келеді. Бірақ сырғаның жаңағы ауруына жаңағы дәрігерлердің барлық күш жігерін салса да, сырғаның жаңағы ауруынан жаңағы жазылуына әлі көп уақыт қажет болады. Сырғаның сол ауруынан жаңағы айығуына дәрігерлер барлық емнің түрін түгелдей қолданады. Бірақ сырғаның сол аурудан беті тез бері қарай қоймайды. Ал енді қаран, осы ауруханаға жас дәрігер келеді. Осы ауруханада жаңағы сырға емделіп жатқан еді. Сырға осы ауруханада балалар жылдап жатады, жылдан аса жатады. Сырға төсектен тұра алмайды, басын көтере алмайды. Ал басқа жаңағы науқасжандар палатадағы осы сырғаға қарағанда, олардың жаңағы ауруы кішкене жеңілдеу болады. Ал сырға өте жаңағы қиналып, өзің жаңағы төсегінен басында көтере алмайды. Сонда осы ауруханаға балалар Әшім деген жас дәрігер келеді. Осы ауруханаға келгеннен кейін жаңағы Әшім барлық науқастармен жете танысып шығады. Әрбір палатаға кіріп, науқастардың жаңағы емімен танысады. Сол кезде ол жаңағы бірден жаңағы Әшімнің жаңағы сырғаға көзі түседі. Ол сырғаның жаңағы өте қатты сырқат екенін, ол жаңағы сырғаның осы ауруынан басқа тағы да қосымша ауру бар екенін басқа дәрігерлерден жаңағы аурухана жаңағы қызметкерлерінен біледі балалар. Сондағы жаңағы Әшім сырғаның жаңағы ауруынан тезірек айығуына, сол жаңағы сырғаға жаңағы ем болатын дәріні әкеп іздеп табуына жас дәрігер Әшім бар күшін салады. Енді осында қарайықшы балалар, не себепті бізге Шерхан Мұртаза Ибн Синан сөзін есімізге салады. Дәрігердің 3 қаруы бар дейді. Оның бірі пышақ, екіншісі шөп, үшіншісі сөз дейді. Әрине біз пышақты білеміз, балалар, пышақ түрлі және ота жасалған кезде, ота дегеніміз балалар операция, ота жасалған кезде, яғни дәрігерлерге міндетті түрде пышақ қажет екен. Оны біз білеміз. Ал екіншісі шөп, яғни түрлі ауруларға біздің жаңағы халық медицинасында осы түрлі шөптерден дәрілер жасалған екен. Сол шөптерді жаңа қайнату арқылы, қайнатып тұнба жасау арқылы біз не істейді екенбіз балалар? Осы шөптерді түрлі емдерге қолданады екенбіз. Ал үшіншісі балалар сөз дейді. Не себепті автор бізге үшінші қаруы сөз дейді? Әрине, қазақта балалар мынандай сөз бар. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Яғни біз жаңағы сырқат жандарға ауруынан айығуына көмектесетін, оларға күш, жігер болатын, жандарына медеу болатын, ол қандай құдіретті сөз екен. Ол жаңағы біз сөз арқылы жаңағы адамдардың мына жанына біз ем береді екенбіз балалар. Соның бірі ол мына осы жас дәрігер Әшім. Осы шығармада Шерхан Мұртаза Әшімнің қандай жаңағы мейірімге толы дәрігер екенін, өз жаңағы өз еңбегінің, өз жаңағы мамандығының білікті маманы екенін біз осы шығарма мазмұны арқылы балалар біле алдық. Яғни жаңағы Әшімнің бойы жаңағы неге толы дейді? Мейірімге, сүйіспеншілікке, қайырымдылыққа толы екен. Яғни жақсы сөз айту арқылы жаңағы жылдап жатқан палатадағы сырғаға күш береді, жігер береді. Яғни сырғаның дерті балалар, ол жаңағы полиартрит. Мына қол аяғы қозғалысқа келмейді. Яғни осы аурухананың төсегінде жылдап жатқан сырғаға жаңағы осы бір күйзелістен шығуына дәрігер Әшім өзінің сөзімен күш жігер береді. Яғни ол жаңағы дәрігер Әшім сырғаның осы емінен жазылуына
дәрі тауып әкелем дейді. Мен сол дәріні сізге дейді қалайда тауып әкелемін. Мен сол жаңағы дәріні сізге тауып әкелуге, сіздің жаңағы осы жаңағы дертіңізден жазылуыңызға мен сізге уәде беремін дейді. Көрдіңіздер ме балалар? Қарайықшы міне үзіндіде. Мен қайтсем де сырға дейді, сізге сол дәріні тауып әкеліп беремін. Сол үшін мен командировка аламын. Сол дәрі үшін мен облыс орталығына барамын. Тіпті болмаса Алматының өзіне барамын. Алматыдағы профессор, белгілі профессор Ефимовтың өзіне барып, мен сіздің осы жаңағы ауруыңызға қажетті дәріні тауып әкеліп беремін дейді балалар. Не көрдік пе? Осы сөзден кейін жаңағы науқасжан сырғаның бойында өзіне деген күш жігер пайда болады. Енді ол кісінің бар үміті осы Әшімде. Жас дәрігер Әшімнің жаңағы осы өзінің жаңағы ауруына қашан дәрісін әкеп беретінін, қашан жазылатынын, ол енді барлық күш жігерін осы дәрігерге, дәрігердің жаңағы әрбір сөзінен не істейді? Өзіне қуат алады. Сырға не дейді? Иә, мен жазыламын. Шіркін дейді, мен жас кезімдегі сияқты не істегім келеді дейді. Билегім келеді, қозғалғым келеді. Балериналар қандай бақытты дейді. Міне, өйткені осы сырғаның жас кезіндегі өзінің жаңағы еркін билегені, еркін қозғалыста болғаны, өзің бір жаңағы музыка шақырғандай болып, жан дүниесін несте сырғаның жаңағы музыка жан дүниесін шарпып өтеді. Сол жаңағы музыка арқылы дейді, сырға не істейді? Өзіне бір ерекше бір күш қуат алады. Сол күш қуаттың бірі ол жаңағы Әшімнің сөзі. Әшімнің қандай сөзі? Яғни ол Әшімнің сүйіспеншілік сөзі. Яғни ол сырғаға сіз жазыласыз. Сіз әлі жас кезіңіздегідей еркін билейтін боласыз. Сізге осы дәрі әлі көмектеседі. Сіз осы төсектен тұрасыз. Сіз әлі болашақта балериналар сияқты сізде билейтін боласыз. Сіз жаңағы музыканың құдіреті арқылы сіз не істейсіз дейді. Өзіңіз осы жаңағы төсегіңізден тұрасыз. Сіз бұрынғы әдемі сырға қалпыңызға қайтадан келесіз деп сырғаға ерекше күш қуат береді балалар. Енді сіздер балалар орындаған тапсырмаларыңызды жаңағы QR кодты бастыңыздар, шығарманың үзіндісін талдадыңыздар. Сол тапсырманы міне мен сіздерге тағы да беріп отырмын. Оқылымнан кейінгі тапсырма, яғни бірінші тапсырма кейіпкерлер кім? Яғни Әшім, сырға. Мақсаты не? Әшімнің мақсаты не балалар? Әшімнің мақсаты науқас жандарға көмектесу, не істеу? Сырғаға дәрі әкеп беру. Келесі кейіпкеріміз сырға. Сырғаның мақсаты не балалар? Сырғаның мақсаты ол жаңағы өзінің дертінен, науқасынан айығу, жазылу, өз-өзіне көмектесу, жаңағы дәрігерлердің кеңесін тыңдау, қайтадан өзінің бұрынғы жас кезіндегі әдемі қалпына келіп, ол да жаңағы не істеу дейді? Адам қатарына қосылу екен. Адами қасиеті. Әшімнің жас дәрігер, жас маманның адами қасиеті қандай? Адами қасиеті ол не дейді? Ол қамқорлық. Әшімнің жас маманның жүрегі дейді, жаңағы дәрігердің жүрегі, мейірімділікке, сүйіспеншілікке толы. Ол өзінің жаңағы сөзінің құдіреті арқылы сырғаға күш берді, жігер берді. Науқас жандардың бойына сенімділік орнатты. Өмірге қайта келуіне, жаңағы науқасынан жазылуына өзінің сөзі арқылы дем берген екен. Ал сырғаның қасиеті қандай? Сырға әрине шыдамды, сабырлы, салмақты. Ол осы аурухана төсегінде айлап, жылдап жатса да, ол осы не істейді? Ауруға берілмейді. Мен қайтсам де жазыламын.
мен қайтсем де жазылып, өзімнің отбасыма аман есен барамын. Мен кезіндегі әдемі сырға қалпына қайдадан келемін деп өз-өзіне күш жігер береді. Яғни біз сырғаның бойынан өзіне деген сенімділік қасиетін көре аламыз. Яғни сырға өте шыдамды, сабырлы, өз-өзіне сенімді. Екінші тапсырмада балалар қараймыз. Бұл жерде де сіздер сілтеме арқылы жауап бере аласыздар. Мен үшін өте әсерлі болды, мені таң қалдырды, өте аянышты болды, жылы сөз, қамқорлық, мен үшін дәрігер мамандығы. Міне, сіздер себебін айтып, маған жазып жіберсеңіздер балалар. Иә, бұл шығарма мен үшін өте әсерлі болды. Неге? Неге сіз үшін әсерлі болды? Сіз осы жаңағы Әшімнің бойынан, сырғаның бойынан қандай қасиеттерді көре алдыңыз? Ал енді балалар, егер де сабақта отырған балалар болсақ, міне балалар, Ибн Синан сіздерге сөздерін беріп отырмын балалар. Дәрігерде 3 қару бар дейді. Сөз, шөп, пышақ. Сіз үшін қай қару маңызды болды балалар? Неге? Бұл жерде де балалар, міне смартфондарымызды аламыз да, QR кодқа қайтадан басып, сіздерге қай қару жаңағы маңызды болғанын өздеріңіз түсіндірсеңіздер. Неге? Міне бастық, енді арғарай жауап беруге өтеміз балалар. Яғни сіз үшін осы қарудың қайсысы маңызды болды? Міне қорытындылаймыз балалар сабағымызды. Қорытындылаймыз, ол сөз бе, шөп пе, пышақ па? Сіз үшін қай қару маңызды болды? Неге? Әркім өз ойларыңызды жазыңыздар. Мен үшін мысалы осы қарудың бірі сөз өте маңызды болды. Неге? Өз ойларыңызды қысқаша ғана білдіріп жазсаңыздар балалар. Сабағымыз аяқталуға тамамдады. Біз бірақ балалар асып кеттік, өйткені біз қалған жаңағы сабаққа қатысатын оқушыларды біраз біз сабақтың басында тосып қалдық, балалар. Ал жаза қойыңыздар, дәрігердің 3 қаруы бар дедік, ол сөз, шөп, пышақ. Сіз үшін қай қару маңызды? Неге? Жаза қойыңыздар балалар. 1-2 сөйлеммен ғана. Ал енді балалар, бүгін міне мен сіздерге осы онлайн жүйе арқылы оқылым 3 оқу мақсаты бойынша сіздерге Шерхан Мұртазаның дәрігердің 3 қаруы әңгімесі бойынша оқылым дағдысымен сіздермен бірге жұмыс жасадым балалар. Енді осы сабақ, осы жаңағы беріліп отырған үзінді сіздерге қаншалықты тиімді болды? Бүгінгі сабақ сіздерге әсерлі болды ма? Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды ма? Осы сабақтағы жаңағы сабақтың сіздерге қандай пайдасы болды? Осы үзіндіден кейіпкерлердің бойынан қандай қасиетті көрдіңіздер? Осы сабақ сіздерге қандай ой салды? Кейіпкерлердің бойынан қандай қасиетті көре алдық? Сіздер енді мына қайтадан жаңағы QR кодты басу арқылы балалар, бүгінгі сабақты бағалап берсеңіздер балалар, бағалау шкаласын сіздерге қойдым. Енді сіздер қайтадан смартфонмен жаңағы QR кодты басамыз балалар. Сол шкала бойынша сіздер сабақты бағалап маған жіберсеңіздер балалар. Яғни біз бүгін міне балалар, бүгінгі осы оқылым 3 оқу мақсатын біз сіздермен міне қолдарыңыздағы технология смартфон жүйесі арқылы орындадық. Барлық тапсырмалар сіздерге презентацияда ұсынылды балалар. Әрине біз бүгін осы дәрігердің 3 қаруы шығармасын толық оқыған жоқпыз. Уақыттың шектелуіне байланысты шығармадан сіздерге қысқаша үзінді ғана берілді. Сол үзіндіде сіздер кейіпкерлерге мінездеме беру, баға беру және кейіпкердің жаңағы іс-әрекетін бүгінгі өмірмен байланыстыруға байланысты тапсырма берілген болатын. Әрине сабағымызды қорытындылайық балалар. Дәрігер мамандығы өте қиын мамандық. Өте терең білімді қажет етеді, үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Яғни ол жаңағы науқас жандарға деген көмектесу, жаңағы науқас жандардың бойында өзіне деген сенімділік орнату, әрбір ол жаңағы дәрігердің біліктілігін қажет етеді екен. Міне балалар, бүгін біз осы мамандыққа байланысты дәрігер мамандығының жаңағы қыр сырын білдік. Яғни дәрігер мамандығына да